Бүгін бізге қонақтар келіп жатыр. Жаңа 8-ші лицей келді. Облыстық спорт комитетінің төрағасы, бастығы келіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, бір айдан бері дайындық жүріп жатыр. Астанаға жаңағы спорттық жарысқа барайын деп жатырмыз. Соны ағаларыңыз жаңағы өзінің ұлағатты сөзін айтып, сіздермен танысып, сол неге келіп отыр. Бүкіл Қазақстанның барлық облыстан келеді. Сондықтан енді біздің облыс бірінші, екінші, үшінші орынға кіргіміз керек, соңынан біреуіне. Дайындықтарын жақсы өтті ме соған дейін? Олар енді соған енді барғаннан кейін аянып қалмай, жақсылап өзін көрсетуіміз керек. Түркістан облысы қандай екенін. Түсіндіңіздер ме? Сен жақсы енді тұрсың, таза ауада, ол көбісі ол білесіздер қазір бар жерде суық. Сондықтан мына жылы жерден барғаннан кейін біз құдай қаласа сол үлкен биіктен көруіміз керек. Енді ол бір соңғы жарыс емес. Кеше мына Арыстанды неге айтып жатыр, біздің неғып алмадыңыздар деп. Мен айтып бірге осы жолы Төле би барып келеді. Бұдан кейінгі жарыстарға жаңағы өздері араларында жарыс болады, кім ұтқан солар барады. Сол обидно болмау үшін де. Келістік па? Енді осы жолы сіздерге сенім артқаннан кейін барып өздеріңізді үлкен биіктен көтеріп қайтыңыздар. Енді құдай қаласа медальмен келсеңіздер, күтіп алып, сосын тағы да ары қарай сіздермен жақсылап кездесеміз. Келістік па? Жолдарыңыз болсын, аман-есен барып қайтыңыздар. Ағайдарың барады. Бізден де адамдар барады сіздермен бірге. Сол пойыздың ішінде тәртіп бұзбай, аман-есен барып, барғаннан кейін өзі үлкен республика деңгейде ұйымдастырылған жарыс, іс-шара. Сондықтан өздері күтіп алады. Астананы көресіздер, автобусын алып жүреді, жарысқа апарады, жататын жерге алып келеді. Ол бәрі ұйымдастырылып қойған. Келістік қой? Иә. Қорға келгенбіз, сол формуланы 22 адам қойып алсын. Янганин, Жұбаныш. Жұбаныш, футболистсің ба? Анбаев, Шерзат. Давай. Приходько. Токарева, Анастасия. Настя. Харченко, Фабиана. Давай. Антон. Давай. Балнур. Так, Турсунбай. Женя. Валя. Еркантов, Витя. Марат. Игорь Южиков. Игорек, давай вперед. Так, откуда? Вика. Победа. Вика, да? Формула кейіп, бәрі бірден жүресіңдер. Кто не куда голоса, я девчонка поездарыңыз. Рахмет! Я вообще сізден ала берейін. Демалатын сабақ дайындап отырған жері. Ең кішкентай қызымыз осы садикке барады. Ағайынды өзі. Тағы екеуі бар. 4 ағайынды қыздар осы.
Мамалар бәрі өтіреді ғой. Бірге тұрады. Мамаларым. Мамасымен. Мамасыз ба? Мама жас па? Мама жас па вообще? Қызы бар вообще? Кішкентай ма сізге? Кішкентай екеуі садикте ғой, балабақша жасында екеуі. Бір семейден келген төрт. Бұл жерде балдар өзі жаңағы мамасы тамақ істеп береді. Бұл жерде тамақтанады. Бұл жерде продуктілері, холодильниктері бәрі осы жерде өздеріне бергенбіз. Біз үйде қалай өмір сүрсек, бұлар солай өмір сүреді. Солай істедік. Бұны мемлекеттен қаржы бөлген жоқ, өзіміз істедік. Осы семейный типқа өтейік да, осыны келтірдік. Астанадан аяғын жорымын. Тағы одан қай жоқтасын? Иә, кішкентай болды. Кибен бірақ 진짜 көп айтты. Ағылшын қараман деп пакет қой. Осы жерден жетімдермен іздеп, мына спорт залын жасадық. Бұрын балдар үйде тамақтану үшін. Мына екеуі тренер, бокс осы жерде. Сол сізді көз басында қойып. Жоқ нәрсе. Сол сізді көз басында қойып. Жоқ нәрсе. Бізде негізі жылына Алматы бауыржан қоры бар. 17 метр да ұзындығы, былай 4 метр. 17 топта. Қайда шахмат солға дейін организация беріп жатыр. Иә. Шахматты тоғызқұмалақ шахматты көп. Я беріп жүрген тұрасылады ма? Сәл қашы. Енді Құдай қаласа енді жыл бастайды, биыл қапа сөмкісін бәрін сызды. Жаңа мамандарды әкелді. Көрсен ұяқтар. Осыны броня жасамыз. Осы капремонтқа осы. Зып бәрін еқіп кетті. Енді жылдан бастайым деп отыр. Бізге рексіз осына келіп тұрады. Шымкентте балдарымыз сөзге барып дем алып,